Қуан қазақ елі, кеше ғана UFC-де қазақ баласы Асу Алмабаев жеңіске жетті. Сіздермен бірге соққы арнасында апта қорытындысы. Ассалаумағалейкум соққы арнасының көрермендері. Жекпе-жек десе ішкен асын жерге қоятын сүйікті көрермен сіздермен Өстемір Әзіретханұлы. Ең бірінші жаңалығымыз Назым Қызайбай кеше ғана ұлттық құраманың әйелдер арасындағы құрама капитаны атанды. Біз шын жүректен құттықтаймыз. Жалпы осындай жүлдеге ие болып жүрген, үлкен абыройы бар, еңбегі сіңген спортшылардың құрама капитаны болғаны бізді шын жүректен қуантады. Жалпы құрамада дәл қазір өте көптеген өзгерістер орын алуда. Осы бір сәтте құрамадағы боксшылардың ары қарай ынталандыру, жігерлендіру жұмыстарымен құрама капитаны да біршама айналысатын болғандықтан, яғни команданың лидеріне көп нәрсе байланысты болғандықтан, команданың лидері дәл осы Назым қызымыздың болғанына біз шын жүректен қуаныштымыз. Сіздер де өздеріңіздің тілектеріңізді жазып қойыңыздар. Жастар құрамасы кеше ғана Алматыдағы оқу-жаттығу жиынын әдемі аяқтап сапарға шығып кетті. Жастарымызға үлкен сәттілік тілейміз. Оның ішінде Төре ханымыз бар, Сейіл ханымыз бар. Әйтеуір барлығынан үмітіміз зор. Алдағы әлем біріншілігінде топ жарып, команданың көшін бастап, Қазақстан ұлттық құрамасы командалар сапында бірінші орын алса екен, және ең үздік спортшыны да біздің спортшыларымыз иеленсе екен деген тілегіміз бар. Және бұл тілекке құрамадағы барлық спортшылар да қосылып, барлығы да видео жолдауларын да жасады. Жалпы әлем біріншілігі 23 қазан және 3 қараша аралығында өтеді. Бұл біріншілікте жалпы көптеген мықты жігіттеріміз бақ сынайды, сондықтан да біздің мүмкіншілігіміз көп, орасан зор. Құрамадағы кейбір өзгерістерді де осы жерден енді нәтижесін көре бастауға болады. Сондықтан да бұл жарысты біз үзбей жақсылап тұрып тамашалайтын боламыз, және ішінен ең маңызды деген, ең қызықты деген ақпараттарды әрине сіздерге біз жолдайтын боламыз. Құрама жаңалықтарынан ары қарай алшақтамаймыз. Дәл қазір Triple G өзінің Triple G екендігін көрсетуде. Бұған бір дәлел, жалпы өте ерекше жүйемен дәл қазір шетелде мамандарды тартуда. Бұған дейін енді бұл әдістер қолданылған, бірақ үнемі қолданылмайтын. Енді мінекей тамаша әдіспен, яғни бір рет мамандарды шақырып, оларды шақырып қана қоймай, ары қарай ол мамандарға азғантай уақыт беріледі. Нәтиже шығара ала ма, шығара алмай ма? Шығарса ғана ары қарай біз ұзақ мерзімді жұмыс жасаймыз. Егер шығара алмайтын болса, онда ол жасап жатқан жұмыстарына құраманың спортшылары, басқа да басшылар разы болмайтын болса, онда амал жоқ, басқа адамдармен жұмыс жасауымызға тура келеді. Головкин енді дәл қазір бұндай әдістерді қолдана отырып, Кристофер Камачо есімді өзінің бұрын бірге жаттығу базасында болған, физикалық жағына қараған маманды шақырды. Бұл маманмен бірге енді құрама жақсы жетістіктерге жетеді деген өз басым сенімдемін. Себебі құрамаға айтылған ең үлкен сындардың бірі әрине осы физикалық жағдай, яғни 3 раундқа дейін жігіттеріміз шыдай алмай қалып жатқан болатын. Енді осы бір олқылықты бұл жігіттер алдағы уақытта доғарады деген сеніміміз мол. Кешегі жексенбінің жұлдызы ол Бахром Муртазалиев. Неге десеңіздер, жаңа зеландиялық Америка нарығына әжептәуір танымал болып үлгерген Тим Дзюді кеше ғана 3 раундта нокаутпен жеңді. Жалпы бұл жігіттерді айтудағы басты себебім, бұл жігіттер 154 фунтта IBF белбеуі үшін таласқан болатын. Енді Бахромда болған, IBF соны қорғады және сәтті қорғады. Жалпы бұл 154 фунтта дәл қазір Теренс Кроуфорд WBA бойынша чемпион, және WBO және WBC бойынша Себастьян Финдора чемпион, одан кейін міне Бахром Муртазалиев. Бұл жігіттер де жалпы танымал болып келе жатыр. Жай ғана чемпион емес, танымал, Америкаға, әлемге танымал чемпиондар болып келе жатыр. Сондықтан да алдағы уақытта артынан енді Садриддин бұл жігіттерді қуалап жетіп, чемпиондық белбеулерін алады деген сенім болғандықтан, және бұл жігіттерді алдағы уақытта салмағын көтеріп, немесе біздің Данияр Елеусім салмағын көтеріп, әйтеуір бұл жігіттердің бірімен біздің жігіттердің кездесетінін өз басым құптаймын, өз басым солай сенемін. Жәнібекпен, Даниярмен, Садриддинмен алдағы уақытта жолығады деген сенім болғандықтан, осы жігіттер жайлы да қысқаша ақпараттандырып жатқаным. Барлық қазақ жұртын таңертең оятып, және барлығына жеңіс дәмін сыйлаған біздің керемет Асу Алмабаев кеше ғана UFC-де 4-ші жекпе-жегін өткізіп, 4-ші жеңісіне қол жеткізді. Әрине, бұл жерде сын айтатын болсақ, көп сын, себебі екінші раундта қатты жүрегімізді ауыртты, себебі қылқындыру әдісіне түсіп қалды Асу Алмабаев, және сол сәтте енді барлығымыздың денеміздің түршіккені рас. Ал бірақ позитивті көзқараспен қарайтын болсақ, Асу Алмабаевтың базасы күрес болғанына қарамастан жарқын манерде жұдырықтасуға барынша ұмтылады негізі. Әрине табиғатынан өзі сақ қимылдайды, соған қарамастан айналып тебу,
және де тейкдаундар жасау, одан бөлек енді күреске кіруден бөлек өздерінің соққыларын да жақсы дарта білді негізі. Сондықтан Асу Алмабаевты мен өз басым ерекше құрметтеймін. Жалпы UFC үшін де, әлем үшін де жарқын жекпе-жектер керек екендігін білет, бірақ жарқын жекпе-жектен бұрын әрине біз үшін жеңіс маңызды. Жарқын жекпе-жек өткіземін деп жеңіліске ұшырап қалатын болса, ол топ 15-ке де, топ 10-ға да кіре алмай қалады, және одан кейін UFC-ге мүлдем қажет емес спортшы болып қалуы да мүмкін. Сондықтан қазір берген қарсыластың барлығын ең бастысы бірінші мақсат ол жеңу, ал оны жарқын манерде, оны қылғындыру әдісімен, мерзімінен бұрын, тейкдаундармен, немесе ұрумен, тебумен, тіземен тебумен, қылғындырумен жеңіп жатса, әрине ол тамаша жеңістер. Енді ол жеңістерді Асуға тілейміз, алдағы уақытта ондай жеңістерге қол жеткізеді дегенге өз басым сенемін. Жақсылап тынығып алып, өз қателерімен үнемі жұмыс жасап отырады. Ең бастысы 17 жеңіс қатарынан жеңіс. Яғни Шафқатпен қатарласып келе жатыр десек те болады, себебі Шафқатта 18 жеңіс қатарынан болатын болса, Асу Алмабаевта 17 жеңіс қатарынан келе жатыр. Сондықтан Асу Алмабаевты шын жүректен құттықтаймыз. Енді ресми деректер шығатын шығар, кем дегенде Асу Алмабаев топ 10-ға кіреді деген сеніміміз бар. Және жекпе-жек аяқталғаннан кейін өздеріңізге мәлім, бірден чемпиондық белбеуге үміткер ретінде өзін көретіндігін мәлімдеді, яғни бір мүмкіндік беріңдерші маған деді ғой. Сол мүмкіндік бәлкім алдағы 1-2 жекпе-жекте де орын алып қалатын шығар. Жалпы өз басым Асуға сенемін, және Асудың потенциалына, Асудың IQ-не, барлығына сенемін. Сондықтан өзінің ақылы мен физикалық күш-қуаты сәйкестенген және соған сай еңбектен алатын мықты жігіттердің бірі. Алдағы мансабына үзіліссіз және жанкүйерлікпен қараймыз. Соққы арнасының көрермендері, сіздерге үлкен рахмет, себебі арна күннен күнге дамып келе жатыр. Ары қарай да дамуы үшін видеоны соңына дейін қарап, бірнеше рет қарап, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Арнаның дамуы үшін өз үлестеріңізді қоса беріңіздер. Ең бастысы арнаның мақсаты қазақ тілінде сапалы контент жасау. Соққысы мықты жігіттердің соққысы әлемді бағындыра берсін. Қазақстан алға!